Ханафи мазхабы бойынша ең төменгі махрдың көлемі 10 дирхам. Шамамен 35 мың теңге. Қазір нарықпен 35 мың теңге, 40 мың теңге арасында. 40 мың теңге бірдеңе тап. Қой қанша тұрады? 50-60 мың теңге тап, иншалла. Табылмасаң айт, көмектесейік жан жақтан. 60 мың теңге қойға кетті, 40 мың теңге махрға төлендің, 100 мың теңге үйленесің, иншалла, гарантия болған. 40 мың теңге махрын төлейміз қыздың, біз өзіміз тегін сваркілеп береміз, сен мешітке келсең, иншалла. По-свойски. Сөйтіп, ана 60 мың теңгеге қой аламыз, қойды сойып, сөйтіп, туған туыстар, жора-жоластарға кішкене бір дәм бересің. Оның асасым Абдурахман Ауф деген сахаба үйленген кезде Абдурахман қой болса да сойып, той жасап үйленгеніңді жарияла деп айтқан Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям. Оның бәрімізге айтқаны.